Арма көрермен Түркістан телеарнасының эфирінде заң және тәртіп бағдарламасы оқыс оқиға төтенше жағдайлар тізбегі біздің назарда. Студияда мен Айдос Игіліков, алдымен аңдатпаны көріңіздер. Алматыда есірткі жасырын жолмен таратқан күдіктілер ұсталды. Түркістанда тұман. Төтеншеліктер бір отбасын аман алып қалды. Бірер сәттен соң. Алматыда есірткіні жасырын жолмен таратқан күдікті ұсталды. Жедел іздестіру іс-шара барысында 29 жастағы қала тұрғыны қолға түсті. Тінту кезінде одан 25 орама синтетикалық есірткі тәркіленді. Тергеу барысында оның заңсыз іске интернет арқылы тартылғаны, атқарылған қызмет үшін ақы онлайн аударымдар арқылы төленген анықталды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта полициялар қылмыстық тізбектің ұйымдастырушылары мен өзге де қатысы бар тұлғаларды анықтауға бағытталған іздестіру шараларын жалғастырып жатыр. Алматы қаласы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының мәліметінше, есірткі саудасымен айналысатын, соның ішінде интернет арқылы таратуға қатысы бар тұлғаларды анықтау және жолын кесу жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде екен. Түркістан облысында өз әкесін аяусыз соққыға жықты деген ер азаматқа қатысты сот процесі басталды. 41 жастағы Алмас Садақбаевқа дәрменсіз күйде болған қарт әкесін азаптауды және денсаулығына қасақана орташа ауырлықтағы зиян келтірді деген айып тағылып отыр. Сот отырысында Қоссейіт ауылдық округінің әкімі Нұрбол Жайнар куәлік берді. Оның айтуынша ол оқиға бейнежазбасын айыпталушының әкесі қайтыс болғаннан кейін ғана көрген. Әкім күдіктіні әңгімеге шақырып, кездесуге учаскелік полиция қызметкерлерінде қатыстырған жеткізді. Алайда айыпталушы әкесіне қорлық көрсеткенін жоққа шығарған. Еске салайық, өткен жылдың қыркүйек айында әлеуметтік желілерде Түркістан облысында ер адамның өз әкесін балағаттап, ұрып, соғып жатқан видеосы тараған болатын. Қоғамдық резонанс тудырған оқиғадан кейін күдікті жұбайымен бірге қамауға алынған. Эксгумация кезінде атап айтқанда мұрын дене жарақаттары, яғни қабырғалары мұрын сынған анықталған. Сараптама қорытындысына сәйкес, сот медицина сараптама қорытындысына сәйкес өлімнің себебі нақты анықталмады. Түркістан облысында мемлекеттің субсидиялауға бөлген қаржысын 271 миллион теңгесін жымқырғандар сотталды. Өңірдегі шаруа қожалықтардың бірі бұрын сатылған 440 ірі мал мен 5088 ұсақ мал туралы мәліметтерді заңсыз қолданып, субсидия рәсімдеген. Қылмысқа қатысты 5 бірдей азамат анықталып, кінәлілер 5 жылдан 6 жыл 6 айға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар мемлекет бюджетіне 140 миллион теңге өндірілді. Ауыл шаруашылығын қолдауға арналған 271 миллион теңге қаржыны жымқыру фактісін анықтады. Бұл жерде жозықсыз кәсіпкерлер ірі және ұсақ малдардың мәліметтерін заңсыз пайдаланған. Жүргізілген тергеу нәтижесімен 5 адамға қатысты айыптау үкімі қабылданды. Олардан қазіргі таңда 140 миллион теңге бюджет қаржысы өндірілді. Сонымен бірге 300 миллион теңгеден астам қаржы жымқыру фактісі бойынша қазіргі таңда тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Талдықорғанда полициялар іші түтінге толы пәтерден балалар мен ер адамды аман алып шықты. Қаратал шағын ауданында болған өрт 5 қабатты тұрғын үйдегі пәтерден шыққан. Оқиға орнына жедел жеткен патрульдік полиция ротасының 3 экипаж аумақты қоршауға алып, тұрғындарды эвакуациялады. 5-ші қабаттағы қою түтін арасынан табылған отбасы мүшелері қазір қауіпсіз жерге шығарылып, жедел жәрдем бригадасына тапсырылды. Алматы қаласында мешіттердің бірінде ұрлық жасаған азамат қолға түсті. Тергеу барысында жамағаттың бейқамдығын пайдаланған ол жұрттың ұялы телефондарын, әмияндары мен өзге де жеке заттарды жымқырып жасырған анықталды. Күдікті қылмысты жұрт мұсылмандық парызын өтеп мінәжат етіп жатқан кезінде жүзеге асырған. Қазіргі таңда оның осы әрекеттеріне қатысты дәлелденіп, әрбір дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Сондай-ақ күдіктінің осыған ұқсас басқа да ұрлықтарға қатысы бар жоғы да тексеріліп жатыр. Түркістанда бірнеше күннен бері қалың тұман сейілмей тұр. Осыған байланысты көлік жүргізушілеріне ескертуде айтылып жатыр. Тілшіміз Жұлдыз Шалқарбек арнайы дәл осы тұман басқан жолдан бізге
бейнематериал дайындады. Келесі сюжеттен көріңіздер. Біз дәл қазір Түркістан қаласындағы Жаңақала ықшам ауданындамыз. Жалпы өздеріңізге белгілі, Түркістан қаласын кешкі сағат 7-ден бері қалың тұман басты, ал тұманға қарсы қалада қауіпсіздік ережелері қалай сақталып жатыр? Ол туралы дәл қазір мен қасымда тұрған Қалалық патрульдік полиция батальон командирінің орынбасары Шыңғысхан Райым мырзадан сұраймыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Жалпы өздеріңізге белгілі, Түркістанда қалың тұман түсті. Жалпы қауіпсіздік ережелері қалай болып жатыр? Иә, өздеріңізге белгілі, мына қазір бізде кешеден бері сағат 7-ден бастап қазір Түркістан қаласының аумағында өте қалың тұман түсілді. Соған байланысты біздің қазір полиция қызметкерлеріміз 24 сағатта қызметте, яғни мынау сыртқа шыға берісте Шымкент қаласы бағытында және Қызылорда тасжолының бағытында қызметке қойылды. Әр тоқтатып, сол жерге жүргізушілерге шектеу қойылып жатыр. Яғни алысқа кетіп бара жатқан сапарлар кетіп бара жатқан жүргізушілерге барынша шектеу қойып, соларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, аса қажеттілік болмаған жағдайда сол жерде уақытша пока жүргізушіге тоқтауға шектеу қойылып жатыр. Одан кейін мына қала ішінде де қазір мынау Түркістан қаласының аумағында біздің қызметкерлер өздеріне бекітілген аумақта қызмет атқарып, яғни қазір өзіңіздер көріп отқандай жүргізушілерге жеке-жеке тоқтатып, ескертіп, қазір қалың тұман жағдай өздеріңіз білесіздер, шектеу өте көріну шектеу өте қиындау туындады. Соған байланысты мынау жол жүру ережесін қатаң сақтауды, одан кейін автокөлікті басқару барысында ұялы телефон қолданбауды, одан кейін жылдамдықты асырмауды біз жүргізушілерге жиі ескертеміз. Соған байланысты қазіргі таңда бізде қала аумағында сондай қызметтер атқарып жатып, қалың тұманға байланысты соны әр жүргізушілерге мұқият қатаң ескертіп жатырмыз. Ескертулер болып жатыр, ал әзірге қала тыныш, жүргізушілердің барлығы қауіпсіздік ережелерін сақтап жолда жүр. Иә, бізде қазір жаңа жылдан өздеріңізге белгілі, жаңа жылдан бері бізде қазір ондай аса қауіпті ондай жол көлік оқиғасы орын алған жоқ. Құдай сақтасын, орын алмай қойсын. Алдағы уақытта біз сол жол көлік оқиғасын алдын алу мақсатында, болдырмау мақсатында біз қызмет атқарамыз. Құрметті көрермендер, біздегі бар ақпарат осы. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.